Әлемге әйгілі палуан 28 мемлекетті аралап 56 медаль жеңіп алған Қажымұқан атамыз өмірден өтер кезде оның жанында болған немере інісі Есбол былай деп естелік қалдырған. Ол кезде біз Темірланның жоғарғы жағында Боралдай өзені бойындағы Көкорай шалғында жазғы киіз үйде отыратынбыз. Таңғы сағат 4-5 шамасында палуан атам «Есбол, тұр, арбаны жек» деп оятты. Мен тұрып киініп қарасам, палуан ата киіз үйдің керегесінен қос қолдап ұстап тізерлеп отыр екен. Палуан ата енді маған «Тез молданы шақыр» деп бұйырды. Мен барып молданы шақырып келдім. Палуан ата молдаға «Тездет, оқитыныңды оқы, менің шіләмді түсір» деді. Молда түсінбей «Қой палуан, сен өлгенше біз бәріміз қырылып қалатын шығармыз» деп әзілдегісі келді. Палуан атам «Оттамай тездет» деп бұйырды. Молда дем салған кезде палуан ата сылқ етіп құлап түсті. Бірден жүріп кетіпті. Палуан атаның денесін жерлеуге киіз үйді бұзып барып әрең шығардық. Бұл батыр атамыздың немере інісі Есболдың естелігі болатын.